Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге домино әдісі туралы айтқым келеді. Жалпы бұл әдіс ойын форматында жүзеге асады. Бұл ойынның мақсаты оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, логикалық және аналитикалық ойлау қабілеттерін дамыту, тапқырлыққа, білімділікке тәрбиелеу. Ең бастысы, бұл ойын бізде кез келген пәнге, кез келген тақырыпқа құрастырылады. Мысалы, гуманитарлық пәндерге осындай бағытта құрастыруға болады. Ағылшын тілі пәндеріне, математикалық бағыттарға, кез келген пәнге өзіңіздің тақырыбыңызға сәйкес ыңғайластырып қолдана беруге болады. Енді біз өзіміздің тақырыбымызға сәйкес домино әдісінің шаблонын қалай құрамыз? Ол үшін интернетке жазамыз, домино әдісі шаблон деп жазатын болсақ, бірнеше шаблондарды дайын жүктеп алуға болады. Домино біздің бала кезімізден ойнаған сүйікті ойынымыз. Осы ойынның шаблоны тұр. Мына жерден жүктеп алсаңыздар болады, немесе мынадай вариантта жүктеп алсаңыз болады, немесе ағылшын тіліне арналған дайын шаблондар бар. Скачать етіп қарайық біз. Қарайтын болсақ, міне осындай дайын шаблондарды көруге болады. Яғни суреті тұр және оған сәйкес атауын ағылшын тілінде сәйкестендіру қажет. Немесе басқа бір сайттан қарап көрейік. Міне бастауыш сынып оқушыларынан бастап жоғары сыныптың оқушыларына сәйкес тақырыптың мазмұнына, күрделігіне байланысты құрастыра беруге болады. Мұнда точка мен без точкелері бар. Немесе пустой шаблон деп қарасақ болады. Қазір осы жерден тауып алайық. Міне пустой шаблон домино деп басатын болсаңыз, мынадай түрлі шаблонды да алуға болады. Ішіне сұрақтарды қоямыз, немесе енді мынау күрделі болуы мүмкін, жоғары сыныптың оқушыларына келеді. Немесе өзіміз кәдімгі PowerPoint бағдарламасында презентация құрып, бұл жердегі артық элементтерді алып тастап, өзіміздің тақырыбымызға сәйкес аздаған минуттың ішінде құрып алсақ болады. Ол үшін вставкаға барып, жай ғана осындай обычный форматта таңдап, барлығының терезесін үлкейтіп, мұнда старт деп жазып, мұнда өзіңіздің ережеңізді жазып қойсаңыз болады. Енді дәл осындай PowerPoint бағдарламасында домино ойынымен қалай жасап жатырмын. Ол үшін кәдімгі пустой жаңа слайд алдымда, ол жерге вставкадан кәдімгі 4 бұрыш немесе скругленные углы деген кез келген фигураны алып, осы жерге сызып, жоғарғы жақтан заливка фигуры дегеннен ашықтау түс таңдап, және де контурын кішкене толщинасын үлкейтіп алып, оның үстіне вставкадан, фигурыдан линия, яғни сызық қойып, оның толщинасын контур фигурыдан үлкейтіп, және вставка надпись арқылы мына жерге сұрақтарымды жазып, мұнда жауаптарымды жаздым. Сіздерге айта кететін жайт, осының барлығын бірнеше төртбұрыштыға көбейтіп жасайсыз, мұнда сұрақ қоясыз, бірақ мұнда жауабын емес, басқа доминолардағы жауаптарды саласыздар, орналастырасыздар. Өйткені оқушылар осы сұрақтардың жауабын таба отырып ойлануы қажет. Мен мұнда домино ойынын құрастырып болдым. Енді осыны мен принтерден шығарып оқушыларға қиып ұсынатын боламын. Осы секілді қағаздарды қиып бергеннен кейін, мысалы компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы деп, оны ақпарат енгізу құрылғысын әкеліп мұнда орналастырады. Мысалы, пернетақта. Енді тінтуір деп тұр. Тінтуір дегеніміз экрандағы нысандарды басқарады. Әрі қарай монитор. Мониторды былай алып келеді. Мысалы, былай әкеліп қойса да болады. Одан кейін жүйелік блок дейді. Жүйелік блокты былай әркімде әртүрлі сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендіру арқылы түрлі домино шығатын болады.